Ассаляму алейкум баршаңызға, сіздермен бірге Ақниет. Бүгін сіздермен молочная девочка тортын жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауын басып қойсаңыздар, мендегі видеоларды алғаш болып көретін боласыздар. Ең алдымен сгущенкамыздың үстіне жұмыртқаларымызды жарып алатын боламыз. Және де сгущенка таңдаған кезде сапалысын таңдағандарыңыз дұрыс. Одан соң екеуін жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Бір қалыпты. Келесі ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды салып, бөлек ыдыста екеуін жақсылап тұрып араластырып аламыз. Одан соң жаңағы қоспамызға қосып, екеуін біріктіріп, жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Бірінші венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Одан соң миксердің көмегімен араластырсаңыздар да болады. Мендегі форманың диаметрі 24, сол себепті де мен 2 үлкен қасық қостым. Сіздерде диаметр одан кішкене болса, аз қосып, жұқа етіп жағып шығыңыздар. Сонда сіздердің торттарыңыз өте дәмді болып шығады. Қазір арасына крем жаққан кезде де өте күшті болып шығады. Сол себепті де жұқа етіп жағыңыздар. Видеода көріп тұрғандарыңыздай бір қалыпты етіп жағып шығатын боламыз. Бір жағы қалың, бір жағы жұқа болып қалмасын, соны ескеріңіздер. Және де осылай формамыздың үстіне қойып жақсаңыздар, өте оңай болып келеді. Егер де сіздерде форма болмаған жағдайда, дөңгелек етіп пергаментный қағазымыздың үстіне сызып алып, оның үстіне жағып шықсаңыздар, піскен соң жан-жағын кесіп алатын боласыздар. Мінекей осылай ала саламыз. Көжігімізді қызып тұрған пеште 180-200 градустың ішінде пісіріп аламыз. Кішкене ғана қызартып, мінекей осылай қызартып пісіріп алатын боламыз. Қатты күйіп кетпесін, әйтпесе дәмі шығып тұрады. Келесі кремімізді дайындайтын боламыз. Мендегі сливкидің проценті 34%. Сливкимізді қолданбас бұрын осылай жақсылап тұрып шайқап алатын боламыз. Құрғақ ыдысқа сливкимізді құйып аламыз. Келесі қантымызды салып аламыз. Одан соң миксерлейтін боламыз. Баяу бастап миксерлейміз. Одан соң жылдамдығын көбейтіп миксерлейтін боламыз. Және де сливкилеріңіз міндетті түрде тоңазытқыштан шығу керек, салқын болу керек. Сонда сливкилеріңіз іріп кетпейтін болады. Мінекей осындай болып шықты менде. Мінекей менің көжіктарым дайын болды. Менде 11 дана көжік шықты. Күйдірмей осындай қылып пісіріп алатын боласыздар. Қазір енді біз тортымызды жинайтын боламыз. Бірінші осылай қойып аламыз көжігімізді. Одан соң кремімізді жағып аламыз. Жақсылап шет жағына дейін жағып алатын боламыз. Мінекей осылай жағып аламыз кремімізді бір келкі етіп. Одан соң келесі көжігімізді қоямыз. Солай тағы да кремімізді жағамыз. Солай жалғастырып тортымызды жинап алатын боламыз. Мінекей тортымызды осылай жинап алдық. Тортымыздың сыртына міндетті түрде формамызды кигізіп тоңазытқышта сақтап қоямыз. Келесі тортымыздың сыртын қазір қаптайтын боламыз. Мінекей біз бөлек крем дайындап алдық. Оны кондитерский мешогымызға салып алдық. Және де міндетті түрде тортымыздың сыртына бөлек крем дайындайтын боламыз. Себебі біздің тортымыздың арасына жағып жасайтын креміміз біздің тортымыздың сыртына жарамайды. Тортымыздың ішіне қосқан креміміз бізде сұйық. Сол себепті де ол сыртына жаққан кезде ағып кететін болады. Тортымыздың сыртындағы кремді жасауды менің видеоларымның арасынан көрсеңіздер болады. Видеода көргендеріңіздей пленкамен қаптайтын боламыз тортымызды, себебі тоңазытқыштағы әртүрлі дәмді өзіне сіңіріп алмас үшін.
Бізге осы екі түрлі шпатель керек болады. Қазір сыртын тегістегенге. Видеода көргендеріңіздей міне осылай тортымыздың сыртына жағып шығатын боламыз. Біркелкі етіп жағып шығатын болсаңыздар, қазір тортымызды сырты тегіс түзу болып шығатын болады. Қазір тегістеген кезде көресіздер. Тортымыздың тегіс түзу болып шығуы осы кремнің жаққанына байланысты болып шығады. Егер де сіздер осыны біркелкі қылып жағатын болсаңыздар, сіздерге тегістеу оңайға түсетін болады. Сол үшін де осыған мән беріңіздер. Екіншісінде қолданып жатырмыз. Оны қазір үстіне торттың жағатын боламыз. Келесі тортымызды тегістеп бастадық. Жалпақ шпателімізбен жанын тегістейтін боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай кішкене қиғаш ұстаймыз шпателімізді. Одан соң кішкене қалып кеткен кремдерімізбен осылай жағып шығатын боламыз. Екінші шпательдің көмегімен. Одан соң қайтадан жаңағы мен айтқандай жасайтын боламыз. Мінекей бізде әдемі тегіс торт шықты. Келесі тортымыздың үстін әсемдейтін боламыз. Осындай қағазымызды жабыстырып аламыз. Бірінші жақсылап тұрып, қолымыз тортымызға тиіп кетпей әдемілеп жабыстырып алатын боламыз. Келесі жемістерімізді турап дайындап алатын боламыз. Мінекей біздің тортымыз дайын болды. Егер де менің рецептім сіздерге ұнаған болса, қолдау білдіріп, лайк, комментарий жазып, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетсеңіздер, мендегі видеоны алғаш болып көретін боласыздар.